Жаңа жылдық влогымның 3-ші күніне қош келдіңдер. Қазір мен өзімнің киімдерімді киіп алайын. Мына жерден қазір ертең черчение болады. Соған черчениенің, яғни осындай ақ қағаз керек, бірақ мына жерде тек қана альбомдар. Сондықтан мен артынан абдиден өзім бөлек ала қоятын шығармын. Өйткені мына жерде жоқ. It's just plastic. Мен жерде сендерге видео түсірсем болады. Слаймдар жайлы. Мына клейдің барлығы жасамайтыны сенімдімін. Гипермаркетіне үйге келдім. Біз ол жерден ешқандай көп зат алған жоқпыз. Мама просто соғып кетті, жұмысына бара жатқасын. Сосын мен де бір кішкентай заттар алдым, сондықтан қайсысын ерек көрсетейін. Контейнер. Бұл үйге емес, ол маған, үйде тұрады, бірақ бұл не десеңіздер, комментария жазылар, бұны мен үшін қолданатынымды. Және алда өте қызықты видео шығады осыған байланысты. Және кім табады бұл не үшін екен, соның каналына подписаться. Осы мынандай пакет, коробка, елочканы игрушкасы. Және біз елканы құрған жоқпыз, енді құрамыз. Және де мындай күнде көріп тұрғандарыңыздай таңертең ішуге су, сыр. Мен ойлағанмын бүгін хачапури жасаймын деп интернеттен қарап, таңертең мектепке алып кету үшін. Бірақ ол Динада слоеное тесто болмады, сондықтан ертеңгі влогта менімен бірге боласыздар, сол кезде жасайтын боламыз бірге. Фруктовый сок соғып, мен бұл сокты көп алмаймын, яғни біз басқа сок аламыз. Оның жай ғана көзге түскен ғана сок болды. Одан кейін мынандай салфетка. Менің жаңа жылдық очким, менде бұндай очки болды алдыңғы жылы, бірақ ол уже жоқ. Яғни мынаның снеговигі бар, және ол былайынан жанады. Мінекей достар, менің алған заттарым барлығы болды. Осы. Және қазір мен енді мына жердің барлығын жинап, киімімді ауыстырып, сабаққа отырған. Достар, сендерге бұл влог ұнады деп ойдамын, және влог та соңына жетті. Егер де осы видео сендерге ұнаса, созақын жоға тұрған белгісіне басып, менің арнама тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытып кетпе. Және де ертең кешке дейін менің влогымды күтіңіздер, және осы видеода барынша өздеріңіздің лайктарыңызбен қолдап кетіңіздер. Видеоны аяғына дейін қарағандарыңыз үшін баяқша рахмет.